Ассалаумағалейкум баршаңызға. Қалайсыздар, денсаулықтарыңыз қалай? Біздер бұйыртса 7-сі қаңтардың кешке таман осылай обход жасап шығамыз. Таңғы уақыт, кешкі уақыт. Көзге оғаш көрінген жерлер болса, таңертең ескертіліп айтылады. Мүмкін мусор алынбасыға немесе басқа да болса. Дала өте қызық болып тұр. Қар аралас жаңбыр жауып тұр. Салқын той. Аяз болып тұр. Күніміз бұйырса жетсін, енді ертең 9 көреміз. Барлығында видеоға артылам. Ассалаумағалейкум. Бүгін бізде қарашаның 8-ші жұлдызы. Құдай бұйырса ертең домой. Жолдан пойызға мінетін боламыз. Толықпен жұмыс жасаймыз, сосын үйге қайтатын боламыз. Мына жақта обход жасаймыз. Кеше мына кран Ащыкөл деген кен орнынан келген болатын. Күн кеше еріп қайттан суып кетті. Қазір -22. Мастер бүгін көп машина қылмайды. Машиналарды гараждарға кіргізіп түнде тұрады. Машина кіргізіп мынадай мас болып тұр. Бұның орнын ешкім жинамайды әрине. Күлдіктеміз. Аяз деген ұрт-тұр. Минус 22. Газ қызыққа термометр бар бізде. Қанша көрсетіп тұрған. Ұрт тұр кәдімгі. Аяз деген күшті болып тұр. Ощущается как минус 33 дейді. Мана таңертең 33 деді. Өйткені дауысты қараңыздар. Керемет. Қолды үсік болды оны. Мынаның өзі қатып қалған. Кеше ақ баршаңызға. Қазір бүгін бізде 9-шы қараша, яғни біз үйге қайтатын күн. Жігіттерім міне жиналып душқа түсіп істедік. Қазір кішкене тез ашып қоямыз, күн салқындасын. Кішкене салқындасын, өйткені ыстық болып тұр қатты. Кішкене салқын кіргізіп алайық. Бізде қайтарда соқпай береді. Бұндай 2 алма, бұл 2 алманы жемейміз. Бұны тек жаңа пойызға мінгенде кішкентай балдар болады, соны ғана ұстатып жүреміз мысалы үшін. Өйткені кейде болады, қолымызда дым болмай қалады, сол кезде ұятта болады. Соқпайық. Не бар екен, бірге ашып қарайық. Екі нан, бір булочка. Окорочка. Және соқпай қосылай береді бізде. Бұйырса қазір сағат 8 болды. Кішкене отыра тұрамыз. Сырт жақты бір қарап қайтамыз. Жігіттер кетіп шығайын деп жатқан шығар деп. Өткен 8:30-да жүріп кетейік деп келіскенбіз. Қазір сағат 8 болып барды, сағат
мына жақтардан барлығын не істедік, тазаладық. Мына жердегі тұрған журналмен тұрған мынаның үстінде тұрған нелер толып тұрды, каскілер толып тұрды. Мына біздің не жататын жеріміз, жуынатын жеріміз, душымыз. Осындай, осы мына қазір бірінші қабат, осылай барлығы этаж, дәл осындай жағдайда барлығы. Өзінің несі бар, телевизоры бар, теледидар, отау ТВ бар. Алдында чемпионат мира көргенде өте қызық болды, отау ТВ. Бірақ мынау біздің неміз, неміз смарт ТВ емес, негізі Wi-Fi бәрі бар бізде. Бірақ мен смарт ТВ емес, интернетке қосылмаймыз, YouTube ештеңе. Алдында мен көргем, 15 000 теңгеден ба адаптер, Wi-Fi адаптер, Wi-Fi оқып кетті. Мынадай нелерге саласың. Ну, типа, USB адаптер ғой, Wi-Fi оқып кетті. Мысалы, USB-ні мысалы жібересің мына жерге. Опа, мына жерге саласың, USB-ге Wi-Fi оқып кетті. Ішінде YouTube барлығы бар. Енді в основном YouTube-қа кіресің ғой, Google-ға редко ғой. Телевизормен Google-ға кірмейсің ғой. Күн аяз болып тұр қатты. Мен ғой. Олай берсе. Шақып барып тұр. Машина тұр. Әлі ешкім жоқ па не? Автономка, да? Ассалаумалейкумдар. Көріспеңдер. Қазір бәрі отырып алған ба не? Азы жоқ. Мына жер қалды ма не? Солай там. Отырып алып тұр. Ладно, мына жерге отырып қойын. Опа. Автономка. Ау, Айга. Что там, деді? Қай жер ана жер? Аңғай жерге қойшы жатса. Бәрі отыр ғой. Мына жер өтпейді. Жанраққа қарай есіңден. Суды да тұрдыңсың. Жағынан ар жағына кеттік па? 12 кеттік. Бұтта қамайсың жоқ. Ой, қамайын.
колын көрдім бе WhatsApp'та? Тағы да үйде қатын. Тың. Жақсы мәке, аманшылықта. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң баршаңызға. Біздермен Ақтөбеге келдік. Қазір 11-ші вагоннан түстік. Купеден 5-ші вагонға қаратып плацкартқа. Апамыз тума апамыз бесте екен. Соны күтіп бірден баратын боламыз. Жеті. Значит, ары қарай бізге 5 ана басында болып тұрған. Күн қатты аяз. Аяздан тұманмен. Бесінші вагон аяқты болып тұрған. Қосылатын боламыз қазір. Күтіп алайық көрші. Тағы қосыламыз. Бесінші вагонға бардым, одан 7-ші вагонға бардым. Енді вокзалға келдім. Табылмадым апаны. Папа қазір өзім келдім. Мен машинаға қарап отырамын. Табылмадым, анда-мында. Қол сұқпақ. Қол бәрі сұқпақ. Еще гамашын жүріп бейсті. Не, Жоқ? бір ана машина қойшы. Давай. Қалыңыз. Папа өзі кетті. Ой, сап-сап, қайда отырған білмеймін. Ең жеті қалып тұрса, бірден жоқ. Ол кісіні дұрыста танымаймын. Танымаймын ғой? Рахмет. Келдім. Жол алған ручканы. Күн сап-салқын кәдімгідей дұрысынан. Қанша екен? Мықты салқын екен. Табылмадым ол кісіні. Оны басқа кісіге қолып көмектесіп. Тоже бір үлкен апа екен. Соған көмектесіп. Ері керек қылмаған негізі. Мүлдем жоқ. Біз келгенімізге бір жарты сағаттай болған жоқ, 38-ге түсіп кетті. Давай, кәдімгідей жос қызғарып тұрған. Сыртының температурасын көрсететін жоқ менде. Егіті болғанда көрсету болатын еді. Қанша градус салқын екен. Аяз ұртып тұр. 37. Мүмкін таксовать етіп қайтамыз, ә? Така уақыт не істеймінші. Қазір апамызды апарып түсеміз. Апаны апарып жатыр, сағат 9-дан 2 минут кетті. Енді қазір неге бара жатырмыз? Газ заправкеге. Ғажы Жұбановадағы заправкеге бар едім. Ода насадкасы келмейді дейді, переходниктері. Енді мына жақтан Тургеноваға бара жатырмын. Негізі үй жаққа да бару болады еді. Мына жақтан алысты үй деген. Сосын қайтып білу керек. Екі жол, бір жол болып қойған ғой. Далада духовымен жүрген жоқпыз. Кішкене фар жақып қойып жүріп, өйткені дала мынадай тұман болып тұр негізі. Мен қалып болғанда. Осы келатқан Тургенова деген көшеде негізі мына жерде оң жақта мына жерде сон бар. Сондан кейін оң жағымызда газ заправка болу керек. Ашық тұрса егер, істеп тұрса газдар болса. Бір-екі рет осы жерден заправить еткенмін, переходниктер келген. Көреміз енді. Газ бітіп қалды, бензинмен жүрміз қазір.
жақта мынандай не істеп жатыр, перекачка жасап жатыр. Қазір енді қай жаққа барсам болады, жақын жерде қай жерде бар. Ар жақта осы Тургенев көшесінен до конца жүргенде бар. Сол жаққа барсам сағат қазір 9-дан 5 минут кетті. Сол жаққа барайын енді, газ керек. Не болғанда да. Сосын 312-ші атқыштар дивизиясымен тіке шығып кетермін. Қаланың ескі жағына қарай. Мынаған келіп едік, мына жақта техникалық үзіліс істейді. Көп тұратын сияқты ғой. Бәрі кетіп бара жатыр. Мынандай. Машина заправить етіп жатырмын. Минус 31 дейді. Жақсы. Қанша минут болар? Кетіп жатыр бәрі. Біз де кеттік. Осы көшенің соңғы жағында бір жер бар. Сол жерін сол жердегіден заправить етіп бір екі машинаны. Осы заправка жаңа айтқаным. Бұл жақта да машинаны заправить етейін жатқан сияқты. То есть перекачка жасайын жатқан сияқты. Тағым ойдан ақпын. Бізді осы төрт машинаны заправить етіп жіберсе тіп жақсы болады. Қалған екі машинаны 20 литр кетті. 23 литрдей кетті. Қатып тұрғанын тұрып тұрғын. Сосын да енді мен кеше демалыста учебный отпуск қалдым ғой. Учебный отпуск қалдым. Сосын енді бір аптадай ма жұмыстан қалдым ғой енді. Сонда бәрі сұрап жатыр да. 4 күн, 5 күн дейді. Сонда сұрап жатыр да. Че там, сен қанша теңгеге шықты, қаншаға жаттың дейді да маған. Мен айтамын бесплатно десем, қойшы мүмкін емес дейді да. Неге мүмкін емес? Менде 11 сабақ болды, 11 сабақтың біреуі автомат, яғни ол ауызша. Ауызша емес, автомат. Біреуі курсовой жазу. Қалған 9 пәннен 4-еуі ауызша, 5-еуі тест болды десем, қой мүмкін емес дейді да. Мен айтамын, қалай мүмкін емес? Ешкім сенбейді да. Неге бесплатно жаттым десем. Неге сенбейтінін білмеймін енді. Вроде өзің жауасы ғой, тесттің сұрақтарын береді, жауаптарын береді, дайындаласың да, мысалы үшін да. Кез келген сұрақты, кез келген пәннен тесттің сұрақтарын береді, дайындаласың алдын ала. Апайлар да жақсы, білмеймін енді. Көбісі айтады, қаншаға жаттың деп қоймайды да. Мен айтамын, жоқ, бесплатно, осылай өзім бағадан тапсырдым бәрі. Қой, не может быть дейді. Мен айтамын, может, неге не может быть? Мүмкін емес дейді да. Мен айтамын, неге мүмкін емес? Бәрі мүмкін. Ешкім сенбейді кәдімгідей. Қазір сағат 9:21 минут кетті. Жақсы келе жатырмыз қазір. Дельфинге барып, шаруаларымызды істеп, екінші жағын доставка жасап, сосын мүмкін хлебодаркеге барып қалармыз. Мүмкін оған пока белгісіз бірақ. Обед кетемін ба, мүмкін шығып барып кетеміз шығар. Обед уақытында. Дельфинді алдық. Қазір енді. Достар, егерде Chevrolet Cobalt аласыз ба, әлде Lada Vesta аласыз ба десе, өздеріңіз ойларыңыз қандай? Мысалы, мен білмеймін, егерде дизайн жағынан болатын болса, Lada Vesta'ны алар едім. Бірақ Lada Vesta мен Chevrolet Cobalt'тың бағасы бірдей емес сияқты, жаңалары. Егерде вторичкіден алатын болса, қолдан алатын болса, қайсысын алар едіңіз?
қазір мына жақты тазалаған сияқты. Өйткені манағы нелерді көрдіңіз, мына жақты микрософт мүшесін тазалаған сияқты. Екі рядта екі қатарда жүріп келе жатыр. Жолда міне жолдың жанында қырылған қардың іздері бар. Бүгін қазақтарда шеке соғым бергенде шеке асады, білесіз, соғым сойғанда шеке асады қазақтарда. О, күшті Toyota видсіз армян учет, сары учетпен, сары. Сол бүгін сол үйдегілер шеке беріп жатыр екен. Қонақтар шақырып қойған. Соларды қарсы алып, соларды шығарып салып, сол жай болады. Қазір дельфиннен кейін үйге қайтамын. Бірден келесі роликтер мүмкін таксиге байланысты болады шығар. Егерде күн оңалса, кішкене күннің температурасы сынса. Өйткені мынада таксовать ету мүмкін емес. Тем более менің ручка сап қалған. Сынып тастаған. Жақсы, аманшылықта, саушылықта. Баршаңызға аманшылықта, рахмет көп. Мына камераға жақсы көрініп тұр, бірақ көзбен мысалы ана не көрінбейді. 5-ші этаждың жоғары жақсы көрінбейді. Мынау аяздың буы. Машинаның буынан ба? Білмеймін, жоқ, дым көрсетпейді. Хлебодаровка, Саржа жолына шығып бара жатырмыз қазір. Келіп жатық, сағат 18:01. Қонақтар да келіп жатық. Енді қазір қалаға қарай шығып бара жатырмыз. Мына жақты өте жақсы тазартып қойған. Жаңа машина өтіп жатыр. Андай не? Ол не дейді? Ұшмандай үлкен. Үлкен машинаны тазартып жатыр. Газельге бара жатқан сияқты. Егерде адам болып жатса, алып кетеміз. Күн қайттан азғарлап кетті. Мына жерлерді вообще құрыланбай өтті. Қайтадан құрыланып кетті. Жаңа 2-3 минут үйге амандап шығып кіргенде оталдырып кетірген, 2-ке қойып кетірген. Жетпей тұрған сияқты. Стопқа тұрдық міне. Мына жерде красный светофорлар. Мына жақ зеленый, мына жақта келетін сияқты. Бастысы ешқандай машина жоқ. Жүре береміз. Мына фура, мана күндіз соляркасы қатып қалған. Болмағай. Мағыз аурудың бәрі жаңадан басталады. Салқын жерде жатып. Жігіттер, салқын киімді машина салып алыңдар.
да сондай болып тұр температура. Ойнап тұр. Қазір кішкене сөндіріп жасам, бір 5 минут сөндіріп жасам. 60-қа сразу түсіп кетеді ғой. Қалаға келдік. 312-ші атқыздар дивизиясындамыз. Рахмет баршаңызға көп қолдағандарыңызға, қарап жатқандарыңызға. Қоштасатын боламыз келесі роликтерде. Жүздесеміз бұйырса. Менде бір жақсы жаңалық бар. Олар енді жұмысқа байланысты. Оны ертең бөлісетін боламын. Алдағы уақытта. 312-ші атқыздар дивизиясымен газель. Жақсы, бәріне салыстырып